Бисмиллахиррахманиррахим. Аллаға шүкір, біз 14 күні Алланың қалауымен осындай қасиетті адам баласының, мұсылманның армандаған қасиетті жерімізге келіп, сондай ризашылық алып жатырмыз. 14 күні таңғы 7:30-да ұшағымызға отырып, сондай жеңілдікпен Алла тағаланың өзінің қалауымен шаршамай, сондай жақсы жеттік. Бізді күтіп алды. Қалай айтылды, солай бәрі болып жатыр. Керемет, бұл жерде артық ештеңе жоқ. Бәрі ойдағыдай, сондай күтіп алып, көлікпенен Жида қаласынан бері қарай 2 сағат көлігімізбен келіп, қонақ үйімізге түсіп, сондай риза болып жатырмыз. Аллаға шүкір, 2 уақыт тамақ, таңғы ас пен кешкі ас. Түскі уақытта өзің әйтеуір қай жерден бұлды әуелі айтса ешкімде келмейді. Өйткені мынандай бәрін көріп, бәрін басынан өткенде тамаққа да онша тәбетін сондай енді сөзбен жеткізе алмайсың. Сондай керемет, көңілің тоқ болғанға тамақта ешкім келмейді. Керемет тамақ, ресторанның тамағы да жақсы, іші де тап-таза, орындары да керемет. Енді сөз жоқ, оны енді адам өзінің көзімен көрген, әлхамдулилля, өте көзімен көрмейінше адам сенбейтін шығар. Бізде келгенше, көзімізбен көрмегенше олай болады деп ойлаған жоқпыз. Бірақ та Аллаға шүкір, керемет нәрсе болып жатыр. Келіп, көп уақытымызды біз жатуға ғана өзіміздің бөлмемізге келеміз. Ертеңнен таңғы намаздан кешкіге дейін мешітте болуға тырысып, бәрін өткізіп жатырмыз. Сонда ризамыз, керемет енді, керемет. Сол менің айтатыным енді, жеткізгенім солай.